Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін біздің арнада менің ауылымның тынысы тақырыбында репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Ауыл қазақтың алтын бесігі. Елімізде соңғы жылдары ауылдарды дамытуға ерекше көңіл бөліне бастады. Бұл құптарлық жайт, себебі ауыл өркендемей, ел өркендемейтіні хақ. Ұлттық болмысымыз, ұлттық құндылықтар ең алдымен ауыл топырағынан қалыптасатынын ұмытпайық. Сұхбатымызды Көгілсары ауыл округінің әкімі Нұрбол Серікұлынан бастасақ. Сізге арзан сұрақтарымыз бар еді. Нұрбол Серікұлы, өзіңіз басқарып отырған ауылдың бүгінгі тыныс-тіршілік жайында айтып отырсаңыз. Біздің Көгілсары ауыл округі өздеріңіз білесіздер, дін әжеміз дүниеге өмір. Көгілсары ауылы қазіргі таңда 1741 халық саны бар, 388 аула, 2 елді мекені бар, Саралжын және Салтанат деген. Енді ауылымызда қазіргі таңда Зинаида Бесбатыдағы мектеп, Көгілсары бөбекжайы, дәрігерлік амбулатория, сонымен қатар мәңгелік үйі, Көгілсары ауылдық ветеринарлық пункт жұмыс жасап жатыр. Халық игілігіне. Ауылдың халық саны қанша, әлеуметтік экономикалық жағдай қалай? Қазір ауылда 1741 халық бар. Енді көбінесе біздің ауылымыздың тұрғындары мал шаруашылығымен айналысады. Біздің ауылда қазіргі таңда 6 жауапкершілігі серіктестік, 65 шаруа қожалығы, 35 жеке кәсіпкеріміз бар. Қазіргі таңда осы қазір кәсіпкерлеріміз 65 шаруа қожалығы, 35 кәсіпкер айтып өткен болатын. Осы 35 кәсіпкер ауылдағы дүкендеріміз, азық-түлік сататын дүкендеріміз бар, киім-кешек сататын орнымыз бар. Сонымен қатар дөңгелек жөндеу, шиномонтаж орны ашылды. Енді қазіргі таңда біздің шаштаразымыз бен аяқ киім тігу шеберханасы жұмыс жасаған болатын, қазіргі таңда тоқтап тұр. Кейінгі жастарға осы ашып, осы жұмыстар жалғастыратын болады. Ауылымыздың инфрақұрылымын дамыту жолында қандай жұмыстар атқарылды? Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, бізде деген газ осыдан 30 жылдан астам бұрын кірген болатын. Су ауыл округке 2013 жылы тазалық су келді. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, Билайн актив жүйесі қазіргі таңда жұмыс жасап тұр ауыл округте. Осы тұрғындардың көкейіне жүрген мәселе интернет мәселесін жақсарту болатын. Осы биылғы жылы Билайнға да актив келген 4G қондырғысы қондырылып, қазіргі таңда халық игілігін көруде. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы дәрігерлік амбулаториямыз жөнделді. Сонымен қатар жастарымызға тиімді уақытын пайдалану мақсатында ауыл округте футбол шағын алаңы салынған болатын. Енді қазіргі таңда Зинаида мектебінің жөндеу жұмыстары қазіргі таңда жобалық жұмыстар жасалып, бюджеттік өтінімге жолданды. Сонымен қатар 21 жылы Салтанат Саралжын елді мекенінде табиғи газ тарту жұмыстары басталған болатын. Осы жұмыстар қазіргі таңда аяқтауға келді. Енді ауылшылық жылға қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келесі жылы ауылшылық сол мекемелерге Салтанат Саралжын ауылындағы орналасқан әлеуметтік нысандарға тұрғындар газ тартатын болады. Сонымен қатар біздің Көгілсары ауылының көкейінде жүрген көптеген сұрақ жаңағы ауыл мен ортадағы қатынас. Ол 2021 жылы осы 22-23 жылдарға жоба жасалған болатын. Қазіргі таңда осы қаржы бөлініп, 22 жылы жаңағы осы қажетті материалдарды түсіріп қою қыс мезгілінде жоспарлануда. Бұйырса 2023 жылы осы жол басталатын болады. Көктем айында сол жоспарымызда бар. Енді сонымен қатар ауылда көркейтуге жаңағы біздің түлектеріміз, мектептің шүліктерін зор үлес қосуда, әртүрлі жұмыстар жасалуда. Оның бәрі
әлеуметтік желіге басқа сөздерге берілген болатын. Ауылдың тұрғындары мәлім. Осы жұмыстар қарқын жүріп жатыр. Ауылымыздың түлектеріне алғыс білдіруге, осы елді көркейтуге қосып жатқан үлестері үшін 20 жыл болсын. Мемлекеттік бағдарлама қаншалықты жүзеге асырылуда? Мемлекеттік бағдарлама біздің шаруашылықтарға қатысты болса, шаруашылықтар қазіргі таңда жақсы жұмыстар жасауда. Себебі бұрын бізде біреу, екеу саусақпен шаруашылық болса, қазіргі таңда бізде 10-нан астам асыл тұқымды мал өсіретін шаруашылықтар пайда болды. Себебі қазіргі мемлекеттік бағдарламаны тиімді пайдалану арқылы жаңағы сан артуда асыл тұқымды. Яғни олар жаңағы бізде Герапорт дейміз, Абердин ангус, қазақтың ақбасы, сонымен қатар Еділбай қойын өсіретін, сонымен қатар көшім, мұғалжар жылқыларын өсіретін қазір асыл тұқымды шаруашылықтар пайда болды. Сонымен қатар манағы басында өзім сөзімде айтып кеттім, кәсіпкерлер жаңағы осы 2017-2021 жылдары еңбек бағдарламасы пайда болған болатын. Осы еңбек бағдарламасын біздің ауылдың тұрғындары жақсы пайдаланды. 40-қа жуық адам қайтарымсыз грант алып, осы мал санын көбейтуге жұмыстарын жүргізді. Биыл енді осы 21-25 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қазір іске асып жатыр, ұлттық жобасы. Осы аясында биылғы жылда осы 13 ауылдың тұрғыны бизнес бастап оқып, жаңағы 4-еуі грант алды, 3-еуі жаңа мал шаруашылығын дамытуға, 1-еуі жаңағы дөңгелек жөндеу орталығын ашу жөнінде қазіргі таңда жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді шаруашылықтан сонымен қатар жаңағыдай өздеріңіз қыстақтарға барғанда көріп жүрген боларсыздар, күн сәулесін қуат алатын жаңағы батареялар қондырып жатыр, жаңа техникалар алып жатыр, жаңалап. Барлығы да сол мемлекеттік бағдарламаны білгендіктен соны тиімді пайдалану мақсатында атқарылатын жұмыстар. Тамаша, өте керемет, сау болыңыз, сұхбатыңызға көп рахмет. Біздің болашағымыз, елдің болашағы жастар сіздерсіздер. Сондықтан сіздерге тек қана қазіргі таңда білім алу үшін толық жағдай бар. Тек қана оқу қажет, білім алу қажет, білімнің шыңына шығу қажет. Себебі елдің болашағы ертең сіздерсіздер. Осы ауданымызда, қалаларда, облыс, республика көлемінде қызмет жасап елге. Біздің еліміздің экономикасын көтеретін сіздерсіздер. Сондықтан сіздерге Қазақстанда тек қана білім алып, сабақтарын жақсы оқып, біздің қоғамдық жұмыстарға, басқа да көпшілік іс-шараларға белсенді араласып, біздің мектебіміздің мәртебесін асқақтатып жүре беріңіздер. Аман болыңыздар, Сау болыңыз. Көзсар ауылдық бөбекжайына қош келдіңіздер. Бұл қарлығаш тобы. Жалтыркөл жағасымен, жоқсанды даласымен, ауылым жер жаһанда. Көзсар бөбекжайының меңгерушісі Айман Бекқалиқызымен сұхбаттасатын боламыз. Саламатсыз ба? Бізге Көзсар бөбекжайы туралы толық ақпарат айтсаңыз. Көзсар бөбекжайы 1993 жылы ашылды. Күні бүгін бөбекжайында 28 қызметкер бар, 11 педагог, 5 педагог жоғары білімді, 6 педагогымыз арнаулы орта мектепке дейінгі тәрбиешісі. Бөбекжайымызда 67 бала бар. Қарлығаш тобында 24, Балапан тобында 17, Ақбата тобында 16, Құлыншақ тобында 10 бала тәрбиеленіп жатыр. Тамаша, өте керемет, сұхбатыңызға көп рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жалтыркөл жағасымен, жоқсан
жусанды даласы мен ауылым жер жаһанда дарасың сен қалық тапсамға сәлем ақ бұлт қалмасамын сағынсам самал желдің жалына жармасамын ай қараш құшағыңды мен келем көп жасарым ақ сақал данасы мен намысты баласы мен бүгіннен болашаққа барасың сен қалық тапсамға сәлем ақ бұлт қалмасамын. Енді бұл көбістер дәрігерлік амбулаториясына келдік. Көпжасар дәрігерлік амбулаториясы 1989 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Бүгінгі таңда амбулаториямызда лаборатория кабинеті, дәрігердің алдын алу дені сау балалар кабинеті, екпе салу кабинеті, күндізгі емхана бөлмесі бар. Емхана 2010 жылы күрделі жөндеуден өтті. Қазіргі уақытта халыққа қызмет етуін жалғастыруда. Емхана қызметкерлерінің міндеті халыққа қызмет ету, аурудың алдын алу бағытында жұмыстану. Салауатты өмір салтын насихаттау дер кезінде шұғыл көмек көрсетеді. Міне бұл Көкжасар ауылдық округінің мәдениет үйі. Жалтыркөл жағасы мен жусанды даласы мен ауылым жер жаһанда. Сөз кезегін мәдениет үйінің меңгерушісі Баймолдина Лаура Мақсатқызына береміз. Көкжасар ауылдық мәдениет үйі 1989 жылы типтік үлгіде салынып қолданысқа берілді. Сол 89 жылдан бүгінгі күнге дейін мәдениет үйінде әртүрлі бағыттағы мәдени шаралар өтіп келеді. Мәдениет үйі 258 орындық. Мәдениет үйінде бірнеше топтар мен үйірмелер жұмыс жасайды. Ол топтар мен үйірмелерге қатысатын ауылымыздың еңбектеген баласынан еңкейген кәрісіне дейінгі өнерлі халқымыз. Сол өнерлі халқымыздың арқасында мәдени шаралар өз дәрежесінде өтіп келеді. Біздер күй анасы Дина Нұрпейісованың кіндік қаны тамған киелі топырақта, киелі ауылда тұрамыз. Ауылымыздағы мәдениет үйінің жанынан түрлі топтар мен үйірмелер құрылып, бүгінгі таңда жұмыс істеп жатыр. Осы топтар мен үйірмелерге қатысатын ауылымыздың балалары, мектеп оқушылары және де ауылымыздың жастары аудандық, облыстық, республикалық деңгейде өтіп жатқан түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып, ауылымыздың атын асқақтатып жүр. Және тағы да бір ерекше мақтанышпен айтатын, ол ауылымызда ақ әжелер әуені әжелер ансамблі 31 жылдан бері ауылымыздың сахнасында өнер көрсетіп келеді. Ол әжелеріміз кейінгі ұрпаққа қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын насихаттап жүр. 2018 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің жарлығыменен, бұйрығыменен осы ақ әжелер әуені әжелер ансамбліне халықтық деген атақты берді. Бүгінгі таңда халықтық ақ әжелер әуені әжелер ансамблі деген атпенен жұмыс істеп келе жатыр. Тағы да әртүрлі бағыттағы үйірмелерде ауылымыздың өнерлі ұл қыздары ерекше ынтаменен, ерекше ниетпенен, қызығушылықпенен
осы үйірмелерге қатысып отыр. Тағы да бір айтып өтетінім, мақтанышпен айта аламын, Динаның елі өнерлі ауыл болғандықтан біздің ауылымыздың жастары менен ересек адамдардан құралған жерлестер фольклорлық ансамблі де сахнада өз өнерлерін көрсетіп жүр. Әжелер ансамблінің әрбір әндерін, сахнада орындайтын әрбір әндерін осы жерлестер фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуіменен сахнаға шығарып отырамыз. Бұл жерлестер фольклорлық ансамблі де Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің алғыс хатымен марапатталған. Бүгінгі таңда бұл фольклорға жетекшілік етіп отырған Шуақбаева Гүлбар Тұрланқызы. Бүгінгі таңдағы мәдениет үйінің тіршілігі міне осындай. Туған жердің топырағына тізе демекші, ауыл мәдениетін көтеру әрбіріміздің парызымыз болып қала бермек. Жасай бер, жаңай бер, қасиетті көбесі.